Жалпы бұл олимпиада бізге өте сәтсіз болды. Жігіттердің барлығы ұятқа қалдырып, нашар бокс жасқан жоқ. Сол себептен біреуді кінәламаймын. Жігіттердің бәрі барын салды. Бұл олимпиада оңай қарсылас жоқ. Әрбір кездесу 3-2-мен бітіп жатыр. Бәрі көп кездесу. Менмін деген олимпиаданың чемпиондары, әлем чемпиондары, бүкіл басқа әлемнің, басқа елдің де. Сол себепті тек мықтылар іріктеліп келген, ешкімді ұрып құлатып ұта алмайсың. Сол себептен ұтқан жекпе-жектер біраз кетті. Ал енді бүгінгі жекпе-жекке де былай айтқанда енді Сәкен бірінші, екінші раунд ұтып тұрды. Үшінші раунд тең дәрежеде өткен шығар. Бірақ енді жеңіс бізге бұйырмады. Төрешілер тарапынан елден басым болды ғой? Оны айта алмаймыз, бірақ көзге көрініп тұр ғой. Көзге көрініп тұр ғой. Бермей қойсын. Енді не істейсің бермесе?